Қайырлы күн достар, осындай кешкі астың рецептімен бөліскім келіп отыр. Ол қуырылған қойдың қабырғалары және Гүл ханым. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Бізге керегі ұн, тұз және бір дана жұмыртқа. Қамырымызды жақсылап жылы суға илейміз. Басын біріктіріп, қамырымызды жақсылап бастырып, тұндырып қойып қоямыз. Міндетті түрде пакетке салып қоямыз. Енді бізге қажеті қойдың қабырғалары жуып тазалап, керек бөлшектерге осындай майдалап бөлшектерге бөліп аламыз. Енді қызып тұрған майға осы қабырғаларымызды жақсылап қуыра бастаймыз. Енді біз қамырымыздың ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Бізге қажеті сәбіз. Үкіштің майда жағынан сәбізімізді өткізіп аламыз. Осы видеодағыдай. Ыдысымызға саламыз. Онан кейін бізге қажеті өте керемет дәм беретін жусай. Жусайымызды майдалап турап аламыз. Жусай мен сәбізді жақсылап араластырамыз. Қара бұрыш себеміз, кішкене тұз саламыз, осылай араластырып салмамызды дайындап қоямыз. Енді тұнып тұрған қамырымызды алып, екі бөлікке бөлеміз. Жақсылап қолымызбен бастырамыз. Және оны жаямыз. Жайған кезде жұқалап жаямыз, ұнды сеуіп, бір келке етіп жайып аламыз. Енді осылай ұзынша етіп кесіп аламыз. Арасына салмамызды саламыз. Осылай жабыстырып, гүл секілді етіп орап шығамыз. Видеодағыдай. Тағы бір рет көрсетейін. Арасына салмамызды саламыз. Бір-біріне жабыстырамыз. Онан кейін осылай орап шығамыз. Енді қабырғамыз қызарып жақсылап қуырылғаннан кейін пиязымызды және сарымсағымызды салып, жақсылап араластырып қуырамыз. Енді бізге қажетті картошка. Картошкамызды жуып тазалап, сыртын ашып дайындап аламыз. Осындай бөлшектерге бөліп, қабырғамыздың бетіне салып, жақсылап араластырамыз. Татымына қарай тұз саламыз, паприка саламыз. Осылай жақсылап араластырып, енді қақпағын жауып, астындағы отымызды баяулатып, піскенше қойып қоямыз. Енді біз жаңағы қамырдан жасалған ханымызды алып, мантаваркаға салып, осылай буға пісіріп аламыз. Неке бәрі дайын болды. Енді ыдысымызға қойдың қабырғасын картошкамен және бетіне ханымызды саламыз. Өте дәмді, керемет болып шықты. Осылай бетіне салып, бетіне көк шөптерді сеуіп, болгар перецін салып, дастарханға ұсынамыз. Достар, міндетті түрде осы рецептпен дайындап көрсеңіздер болады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Жанар. Барлықтарыңызға ас болсын.